Күн өтудің белгілері. Жеңіл түрінде ең бірінші бас ауруы мен бас айналу шағымдары болады адамды, мазалайды. Орта дәрежесінде бас айналып, бас ауруымен қатар мұрны қанауы және көзі қарауытуы пайда бола бастайды. Және де ауыр дәрежесінде сонымен қатар не пайда болады? Дене қызуының қатты, 39-40 градусқа дейін көтеріліп, нәтижесінде жалпы тіпті адам терісі қызарып, одан кейін терісі бірден бозарып кетуге дейін алып келеді. Бұл жағдайларда не пайда болады? Тіпті лоқсу, құсу, онымен қатар ауыр дәрежесінде тіпті дем алуының қиындап, нәтижесінде есін жоғалтуға дейін алып келеді. Күн өту кезінде дәрігерге дейінгі көмек. Бірінші, зардап шеккен адамды жалпы егер күн түсіп тұрған аймақта болса, оны ылғалды салқын жерге алып барамыз. Қысып тұрған киімдерін шешеміз. Оны арқасымен жатқызып, басына суық компрессия қоямыз. Егер де оған мүмкіншілік болмаса, мысалы, не істейміз? Жалпы салқын суға малынған матаны басына қоямыз, бас аймағына. Сосын денесіне салқын суды шашамыз. Егер де вдруг осы жағдайда құсып бір жағдай болса, оны бір жақ қырымен жатқызамыз. Келесі істейтін қадамымыз әрине міндетті түрде салқын суды жаймен ішкізу. Және де аз мөлшерде тұз қосып, тұзды суды ішкізуіміз керек. Жалпы су балансын сақтап отыруымыз керек бұл жерде. Одан кейін ары қарай жедел жәрдем бригадасының келгенін күтесіздер. Егер ауыр дәрежесінде скорый шақырған жағдайда.